Армысыздар, құрметті көрермен. Әжемнің әңгімесі бағдарламасының кезекті санын бастаймыз. Бүгін бізде ерекше мейман, қадірменді қонақ, қазақтың қаһарман ұлы Бауыржан Момышұлының келіні, жазушы, этнограф Зейнеп апамыз. Зейнеп апа, бүгінгі бағдарламамызға қош келдіңіз. Сіздің осы салихалы сұхбатыңыз қазіргі қоғамға өте қажет деп білдік. Сол үшін сізге келіп отырмыз. Шақыртуымызды қабыл алғаныңызға рахмет. Енді бағдарламамыздың аты әжемнің әңгімесі. Сіз де қазақтың бір аяулы анасысыз, өнегелі әжесісіз. Алғашқы сұрағым осы әже тәрбиесі жөнінде болмақ. Қазіргі бала тәрбиесінде, жалпы қазақ ұлтында қазір болсын, бұрын болсын, әженің тәрбиесінің маңызы қандай болған? Бұл өте бір қазіргі кезге қажетті сұрақ болып тұр. Мен сәл арыдан бастайын. Бұрынғы кезде, біздің кішкене кезімізде, одан бұрынғы кездерде де, мысалы, үйде бірінші баланы, тұңғыш баланы ата әжелер өзінің бауырына салып алып, жаңағы ата әженің баласы деп тәрбиелеген екен. Бұндағы мақсат ерте үйленді ғой, қазіргідей жүріп алған жоқ, қыз балада, боз балада ерте үйленді. Олардың бала тәрбиелеуден әлі жөнді тәжірибесі болмағандықтан, әрі көп нәрсені оға қоймайтын, біле қоймайтын болғандықтан, ата әжелер бірінші баланы өз тәрбиесіне алған. Бұның кереметтігі сол, ата менен әженің тәрбиесінде өскен баланың біріншіден тілі ерте шығады. Орнықты сөйлейді, кәдімгі үлкен адамдар сияқты. Содан кейін мына үлкен адамдардың бойындағы толып атқан жақсы қасиеттердің барлығын қабылдайды. Өйткені ата әжелер жаңағы немересін жетектеп жүріп, қонаққа да барады, басқа жерге де барады, бірге баланы алып жүреді да, ауылдағы бүткіл қарт ата әжелердің бәрін жаңағы бала біліп өседі. Өзінің атасындай, өзінің әжесіндей. Содан кейін сол ата әжелер де жаңағы баланы өз немерелеріндей көреді. Бір далада бір кішкене қисықтық бірден істеп жатса, тәйт, мынау ұят болады дегендей, сондай жаңағы тектеп отырған. Бұлай айтқанда, ол бала бір ғана ата әженің емес, бүткіл ауылдағы үлкендердің де тәрбиесінде болған. Сондықтан аса бір басбұзар болмаса, бұл жерде үлкенді сыйлау, үлкенді қадірлеу, сөзге тоқтау, осының барлығы ата менен әженің тәрбиесінен келіп отырған. Енді қазір қарап тұрсам, мен білмеймін, басқалар қалай ойлайды, менің өзімше бір қауіпті жағдай кетіп бара жатыр. Бұл деген не? Қазір енді мына жаһандануға байланысты біз қалаймыз ба, қаламаймыз ба, жаһандану соқпай қоймайды бізге. Бәрібір келіп жатыр. Барлық әлемнің өркениеті болсын, басқасы болсын, соның ең үлкен бір көрінісі мынау интернет. Интернет деген бір жағынан өте керемет, жақсы дүние. Сонымен қатар бұның зияны да жеткілікті деп ойлаймын мен. Интернетіңізде айтылмайтын бәле жоқ. Анау өсектің неше түрі де бар, басқа да бар дегендей. Сондай. Енді қазір бұл қай жағынан қауіпті? Мысалы, бала бұрын өзіне білгісі келген нәрсені үлкендерден сұрайтын. Атасынан, әжесінен, әкесінен, шешесінен, ағасынан, әпкесінен дегендей. Ал қазір ондай қажеттілік жоқ. Сұрамайды, олар енді интернетке қарайды. Кез келген нәрсені ол интернеттен тауып алуға тырысады. Мысалы үшін, әкесінен сұраудың орнына ана интернетке бағынып қалған. Көрдіңіз ба? Бұл жерде бірте-бірте мына ұрпақтың арасындағы аражік ашылып бара жатыр. Сондықтан болар мына үлкенді сыйлау, үлкенді тыңдау, ата-ананы қадірлеу, алдынан кесіп өтпеу дейтін баяғы біздің ата-бабамыздан келе жатқан сара жолдай болған біздің қасиеттеріміз, үдерістеріміз сол бұзылып бара жатыр. Бұзылып бара жатыр. Барған сайын ата-ана, ол ата әжені былай ғой, тіпті әке шешесінің өзін қажетсінбей бара жатыр.
міне бұл тек қана ұрпақ үшін емес, бүткіл ұлт үшін қауіпті деп ойлаймын мен. Басқалардың не ойлайтынын білмеймін, мен осы бір қауіпті көріп, біртүрлі жаным түршігеді, ойпырмай деп. Интернет деген адамға білім бермейді. Ол тек жаңағы бір деректерді, информация дейді ғой, соны ғана береді, бірақ білім бермейді. Білім кітапта. Кітаптан аласың сен. Оны әрі көресің, әрі өзің оқисың, дауыстап оқысаң естисің дегендей. Кітап сенің досың, сенің ақылшың. Ол саған ешқайсыдан ренжімейді, сенен ештеңе сұрамайды, бірақ саған берерін беріп отырады. Жақсы кітап, қасиетті кітаптар адамды адам ететін сол. Интернет тәрбиелемейді ол. Интернет тек информация береді. Мінекей соған бұның барлығын айтып отырған себебім, қазір сол ата әжелердің қажеттілігі мүлде төмендеп кеткен. Содан кейін екінші жағынан ата әжелердің көбі қазіргі, көбі жастар, бұрынғыдай әлгі шал кемпір емес. Бұлар әкесін бақтым, немесе шешесін бақтым, енді өзім хочу жить для себя дейді, не шыққан ғой. Мен одан да дүниені аралайын, мен сайрандайын, саяхат жасайын деп жаңағы немереден қашады көпшілігі. Немере бағудан қашады көпшілігі. Ал шындап келгенде осы ата әже тәрбиелеген балалардан қазақтың небір марғасқалары туған. Қарап тұрсаңыз, бәрі әжем тәрбиеледі дейді. Атам тәрбиесі, атам баласы болдым дейді. Біздің белгілі адамдардың бәрі. Атаның мысалы ұшқан ұясында кітабында айтады ғой. Мен өмірде керемет ұстаздарым болды. Бірақ та ең негізгі білімді, адамгершілік ілімді мен өзімнің әжемнен, ауылдағы ата әжелерден алдым дейді. Мінекей, көрдіңіз ба? Қазір өстіп айтатын адам жоқ. Өйткені қазір жаңағы интернет қайталап айтып, ата әженің де, ата ананың да орнын интернет басып кеткен. Мүмкін болғанша мына үлкендерде бір сәт сол немереге көңіл бөлуі керек. Әке шешенің жеткізе алмай жатқанын, өзінің өмір тәжірибесін, басып өткен өмір белестерінен содан үйретіп отыру, содан кейін ұлттық қадір қасиеттерді ұқтыру меніңше осы ата әжелердің міндеті, парызы әрбірден кейін. Өйткені оның соңында қалатын ұрпағы қалай болады, қандай сапада қалады, осының барлығы мына үлкендерге байланысты. Содан кейін мына немере бағатын ата әжелердің денсаулығы, өмір жасының ұзақтау болуы осы немереге де байланысты болған. Неге десең, мына кішкентай немерен, ой, осы қарғамның жүргенін көрсем дейді, осының енді тұсаукесерін көрсем, осының сүндет тойын көрсем, сөйтеді, арғарай мынаның тойын көрсем, оқуға түскен, сөйтіп, мына үмітпен, Алла тағала жақсы үміт, жақсы арманды қолдап отырады дейді, бағалап отырады дейді. Сонда ана баланың жақсылығын көруге армандап соған қарай ұмтылғандықтан да оның жаңа бір тылсым күш дейміз ба, Алланың құдіреті дейміз ба, оған сондай бір мүмкіндік беріп отырған секілді, осындай да болады. Ал балаға ол онсыз да керемет пайдалы. Ата әженің қолын тәрбиесін көргендер. Зейнеп апа, қазір біздің қоғамымызда жасыратын жоқ, өзіңізде аузы дуалы аналарымыз, әжелеріміз өте аз, жоқ десек те болады. Кезінде Имаш Ақсақал, яғни сіздің үлкен атаңыз Бауыржан атамызға берген батасы қабыл болған деседі. Бата менен жер көгереді, ел көгереді деп жатамыз. Қазір осы бата беруден қашатын ата әжелеріміз де бар. Соның сыры не деп ойлайсыз? Бұл шындап келгенде бата деген адамға рухани күш беретін бір ғажап дүние.
Бата деген ол тілек қой. Содан кейін ол батаның барлығы керемет жақсы сөздерден тұрады. Жақсы сөздің, қазіргі тілмен айтсақ, қазіргі заман тілмен айтсақ, жақсы сөздің жақсы энергиясы, жақсы күші, қуаты бар. Жаман сөздің жаман қуаты бар. Неге қарғысты жаман дейміз? Өйткені ол жаман сөз. Ал бата деген шынайы берілген бата, сен соны шынымен шынайы қабылдайтын болсаң, ол келмей қоймайды. Өйткені ол жақсы сөз. Адамға саған қазір жақсы энергия беріп тұр. Не үшін бата сұрайды, иә? Өкінішке орай қазір бір қызық жері, өп-үлкен адамдар, кәдімгідей жасы 70-ке келген сондай адамдар бата бер десең тос сөйлейді. Тос сөйлеп кетеді, бата береді. Бата мен тосты ажырата алмайды. Тіпті кейбіреулер мен райкомда істегенде деп бастап кететіндері бар мысалы. Бата деген бұл түйдегіменен айтылатын тілек. Қазақтың небір сүбелі баталары бар. Ол адамның жүрегінен шымырлап шығатын тілек болу керек. Сонда ғана ол жұғысты болады. Мысалы, маған да апа бата беріңізші деп жатады, сондай. Мен тілегімді айтамын. Ал дастархан басында отырғанда, ер азаматтар бәріміз отырғанда, ой, апа жасыңыз үлкен ғой, дастарханға бата беріңіз дейді. Сонда мен айтам, айналайын, маған көңіл бөліп атқаныңа рахмет, бірақ ер азамат отырған жерде менің бата беріп атқаным ыңғайсыз деймін. Мен ешқашан ер азаматтар отырған жерде дастарханға бата бермеймін. Бұның да әр нәрсенің өзінің жолы бар, жөні бар. Мен қанша айтқанмен мына ұлттық тәрбиеде өскен адаммын. Анамның өзі өмірден өткенше қазақтың ұлттық салт дәстүрін нүктесін қисайтпай ұстаған адам. Сол уызыма жарғам. Ал одан кейін мынау Алталаштың ардақтысы болған Иісі Қазаққа ортақ атаның қолына су құйып беріп, шайын қайнатып жүріп, сол кісінің гүлгі өнегесін алғам. Сондықтан бұның барлығы менің бойымда, қанымда, бүткіл мінезімде бар нәрсе. Ол бір елден ерекшеленейін деген емес. Менде істесем шынайы істейм, істегім келмесе қояқ қой. Ал бұның барлығы маған құрттай кезімнен бойыма сіңген нәрсе. Қана қазақта сөз бар ғой, басында бұлағы бар өзен ұзақ ағады дейді. Аллаға шүкір, мен отбасымда осы тәрбиені алғандықтан сол бойыма сіңіп қалған. Апа, Бауыржан атамыздың не бір қанатты сөздер бар ғой. Бір сөзінде былай деген екен, менің бір 3 қорқынышым бар деп. Ол біріншісі, бесік жырын айтпайтын келіндерден қорқам, немерелеріне ертегі айта алмайтын әжелерден қорқам, және дәстүрін сыйламайтын балалардан қорқам деген екен. Сол атамыздың айтып кеткен 3 қорқынышы қазірде бар ма, әлде сейілді ма, әлде үдеп бара жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Сол атаның қорқынышы қазір көрініп жатыр. Жасыратын не бар? Көрініп жатыр. Мен әлгінде ғана айттым, қалаймыз ба, қаламаймыз ба, мынау жаһандануға ұрынбай қоймаймыз деп. Бірақ та әрбір халық сол жаһандануға жұтылып кетпейтіндей өзінің дайындығы, содан кейін соған жететіндей күш қуаты болу керек. Қазақта айтады, ықтырмаң болмаса желге өкпелеме дейді. Керемет сөзі, иә. Ал сонда біздің ықтырмамыз не болу керек? Бұл біріншіден ана сүтімен бойымызға сіңген ана тіліміз, тіл арқылы бойға таралатын біздің қазақтың бүкіл салт дәстүрі, әдет ғұрпы, осы имандылығы, осының барлығы бізді сақтап қалады. Қанша айтқанмен бізді тек қана сол сақтайды, басқа ештеңе де сақтамайды. Мінекей, сол секілді тағы да бір сөз бар. Тасын ала берсе тауда таусылады дейді. Өкінішке орай кішкентайдан кетіп жатыр, көзге көрінбей біздің ұлттық қасиеттеріміз, ұлттық менталитетіміз жаңағы жаһандануға жұтылып бара жатыр. Ал егерде біз өзіміздің тілімізден сол ұлтты ұлт етіп көрсететін ерекшелігіміз,
біздің менталитетіміз, біздің қадір қасиетіміз, ұлттық кредо деп жүр ғой, осыдан айырылатын болсақ, онда біз кім боламыз? Онда халық болмайды, жұтылып кетеді. Ал енді бесік жыры деген бұл өте бір қасиетті нәрсе. Баланың құлағына анасының үні арқылы бүкіл ұлттық қасиет сіңеді. Сол үшін қазақтың балаларының тілі өте ерте шыққан. Бесік жырын тыңдаған баланың, сен оны бесікті тербетіп отырып айтасың ғой жаңа. Сонда ол баланың аяғы жүрмей жатып ақ тілі шығып кеткен қазақтың балаларының. Не үшін қазақтар сөзге шешен болған, шебер болған, шетінен ақын болған? Осының барлығы жаңағы бесік жырының ең алғашқы әліппесі бойға сіңуі, ұлттық қадір қасиеттің бойға сіңуі. Өйткені ол бесік жырында бәрі айтылады, әнге қосылып отырып бәрі айтылады. Бізге мынау енді бұрынғыдан қалған деп әлгі ауыз әдебиеті кітабында береді. Ол енді әйтеуір бір жарым кішкентай жұрнақтары ғана бізге жеткен. Әйтпесе әрбір ана, әрбір қазақтың анасы ол өзінің бесік жырын айтқан. Менің Мадияр дейтін кіші немерем қазір студент, сол бала 5-ке келгенше, ана ұйқысы келгенде менің аяғым үстіне жастық қойып, әже әлде айтшы ұйқым келді дейтін. Вот көрдіңіз ба? Иә, сөйтетін. Сонда мен ананы Мадиярым қайда екен, қыздарменен тауда екен, таудан ағып жүр екен, алма теріп жүр екен, қызыл алма қолында, қыздар мұның соңында жүгіріп жүр екен. Осыны әдемі әнге салып айтам ғой. Сонда ана бала мәужіреп рахаттанып келіп ұйықтайды. Сол Мадияр 2,5 жасында сақылдап сөйлейтін. Ана көз тимесінде, ой, бұл 3-тен асып кетті деп сөйтесімін. Бірақ тілі ерте шықты, өйткені ол бесік жырын тыңдады. Мен бұл өзім өмір тәжірибемді айтып отырмын. Менің келінім қаланың қызы, орысша оқыған, орыс мектебін бітірген, қалада өскен қыз. Сондықтан оның да құлағына сіңсін. Ертеңгі күні ол да анамыз өстіп нетіп ет, мына Мадияр мен Сұлтанды сөйтіп бесік жырын айтып ет деп, ол да кейін немерелеріне айтатын болсын, құлағына сіңсін деп мен жаңағы айтам. Ал ертек деген ол мына әлем жаратылысты тануға, әлемді тануға, айланадағы адамдармен қарым-қатынасты, жақсылық пен жамандықты ұғуға, қайырымдылық, мейірімділік жасауға, имандылық істеуге, осының барлығына үйретеді. Біздің ертектеріміз, қазақ ертегілерінің барлығы тек жақсылықпен аяқталып отырады. Байқайсың ба? Кілең жақсылықпен аяқталып отырады. Олай болатын болса, ол да үлкен бір мектеп. Атаның айтқаны сол. Ал қазір енді бізде мына неше түрлі ұлттың нәрсесін қабылдап жатыр. Анау үндістердің көктемде жасайтын холи дейтін мерекесі бар. Біздің наурыз секілді. Бояу жағады беттеріне. Енді қазір мына біздің жастар сол холиді жасап жүр. Немесе орыстардыкін, әйтеуір әр ұлттың бір көздеріне ұнап қалған нәрсесін соны жасап жүр. Ал шындап келгенде, 1000 жерден сен солардың ұлттық дүниесін керемет қылып жаса, ол саған жұғысты болмайды. Өйткені ол сенің тегіңде жоқ. Сенің ата-бабаң оны жасаған жоқ. Сенің тегіңде жоқ, сенің қаныңда жоқ. Ал ұлттық қадір қасиет деген, қазіргі тілмен айтқанда, энергетикалық коридорға айланып кеткен. Бәленбай ғасыр бойы қайталана, ол кәдімгідей энергетикалық жол. Сен соны өз дәрежесінде, шынайы түрде істейтін болсаң, ол саған жұғысты болмай қоймайды. Ал бізде көпшілігі сол энергетикалық коридордан былай айтқанда тыс қалған. Өзгенікіне кіргісі келеді, бірақ ол қабылданбайды. Мысалы, сен 1000 жерден ағылшынша сайрап тұр, орысша қақсап тұр, бірақ сені ешкім ағылшын деп қабылдамайды ол.
орыс деп қабылдамайды ғой. Тіпті бетіңді қайтесің, бетің қазақ қой. Мына орыстар сені қазақ деп қабылдайды, ағылшында сені қазақ деп қабылдайды. Ал өзіңнің тіліңді мансұқ етіп, өзіңнің тіліңнен аттап өтіп, солардікін ғана білгенге мәз болсаң, сен ұлытыңа да жатсың. Сен екі ортада қалған бір дүбәра бейшарасың. Нағыз бейшарасың ортада қалған дегендей. Ал тіл бұл құдіретті нәрсе. Тіл ұлтты сақтайды. Тілсіз ұлт болмайды. Тіл арқылы ғана бүткіл қадір қасиет, бойға сіңеді, сол арқылы тарайды. Мысалы, қазақта бір сөз бар. Қатты әл үстінде жатқан адам, бұл өмірден, бұл тіршіліктен татар дәмі таусылып, соңғы сәттерін ғана өткізіп жатқан адамды айтады, тілден қалды дейді. Көрдің бе? Вот міне, қазір тіршілікпен қоштасайын деп тұрған адам соны айтады. Ойбай, бет ары қарады, тілден қалды дейді. Қандай сұмдық сөз. Егер бүтін бір ұлт тілден қалатын болса не болады? Ол өледі ғой. Ұлт өледі ғой. Сондықтан ең алдымен мына тілге көп көңіл бөліну керек. Қазақтың тілі де, салт дәстүрі де, Құдайға шүкір, өзгеге үлгі етіп көрсете алатындай соншама бай, соншама мол түр-түрімен. Әсілі қазақ дейтін халық тамыры тереңге кеткен, алып бәйтерек секілді, шайқалса да құлауы қиын мінекей. Әйтпесе бұл қазақтың басында не өтпеген, не бір қырғын соғыстарда, аштықта, індетте, барлығы соның өзінде де өртенге шыққандай осы өсіп өніп отырған. Өртенге не үшін? Өйткені негізі мықты. Біз сол негізді жоғалтпауымыз керек. Негізді жоғалтпауымыз керек. Бүйтіп кішкене аштан қайнар бұлақ секілді ар жағынан қайнап шыға береді. Өзгеге еліктеме, сенің өзіңде бәрі бар. Тек сол өзіңдікін ұқсата білсең, соның өзі. Неге өзгелер бізден алмайды? Неге біз өзгеге қызыға береміз? Мына бұрынғы жақсы мен қазіргі жаңаны біріктіріп, әрине ешкім орта ғасырдағы істеген тірлікке бар деп айтпайсың. Бірақ бұрынғы жақсы мен бүгінгі жаңаны сәйкестендіріп, келтіріп, мына қазіргі заманға қалыптастыруға болады ғой. Жақсы апа. Женев апа, Бауыржан атамыз отбасы тәрбиесіне керекті сөздердің бәрін айтып кеткен. Сондай бір сөзінің бірі мынадай екен. Егер сен нағыз еркек болсаң, оны әйеліңе барып дәлелде. Балаларының анасын сыйлап өт. Сенің балаларының анасын сыйлағаның ол үлкен мадақ деген екен. Бірақ қазір өкінішке орай осы сөзді біз түсіне алмай жүрміз. Тұрмыстық зорлық, зомбылық бар. Әйел мәртебесінің төмендеп кетуіне кім кінәлі деп ойлайсыз? Қоғам ба, әлде ер адам ба, әлде өзінің бағасын білмей жүрген әйелдер ме? Бұл өте үлкен ауқымды тақырып. Кәдімгідей шындап келгенде бұл мемлекеттік мәселе, ұлттың тағдырына байланысты мәселе. Айтады ғой, анаңды Меккеге үш көтеріп апарсаң да қарызыңдан құтылмайсың. Ол деген тура мағынасында әңгіме емес, бұның астары өте кеңде жатыр. Әйел адам үйдің алтын қазық берекесі дейді. Мысалы, қазақта әйел адам босанғаннан кейін баламен бірге баланың жолдасы түседі ғой. Сонда жаңағы жолдасын таза шүберекке орап, алтығырда асырып апарып көмеді екен. Алтығырда асып жүріп, елін, жерін қорғайтын, мына қалқын қорғайтын, отының басын қорғайтын болсын деп. Ал қыз баланың жолдасын оттың басына көмеді екен. Енді бұрын ортаға от жақты ғой кәдімгі. Оттың басына көмеді екен. Өйткені үйдің алтын қазық берекесі болсын, отының басын берекесін ұстайтын болсын деп сөйтіп көмеді екен. Сонымен бірге еркек баланың кіндігін табалдырықтың астына көмген.
Мына табалдырығына босағасына берік болсын деп, сол үшін ал қазақта табалдырықты баспа дейтін сөз содан шыққан. Енді бұрын жер үй болды, киіз үй болды ғой, сол енді қазір ол табалдырықтың да мәні қалмады ғой, этажын үйде тұрамыз дегендей. Бірақ бұның негізгі мағынасы сол. Көрдің ба, қыздың кіндігін тағы да сол оттың басына көмеді екен. Кейін ана көшкен кезде оттың көміп кетеді. Ешқашан оттың баспайды. Ана оттың басын таза ұста, оттың басын баспа деп әжелеріміз сөйтетін баяғыда. Бұны не үшін айтып отырмын? Бұның барлығы сол ер менен әйелге байланысты оттың басындағы өзінің міндет парыздары. Алла тағала ер мен әйелді екеуін екі әлем қылып жаратқан. Екеуінің мынау тіршіліктегі міндет парыздары өзі екі түрлі. Бірақ сол екеуі бірігіп әлем жасайды, жаңағы отбасын құрады. Әрбір отбасының өзі бір әлем тұрған. Біздің осы бір бұрынғы енді келе жатқан әйел үйдің ырысы дейді, еркек түздің ырысы дейді. Еркектің түзде тындырып келгенін үйде әйел соны ұқсатып, соны берекелендіріп, сөйтіп отыратын болған. Балалардың тәрбиесі, ер азаматының күтімі дегендей, осының барлығы әрқайсысы өзінің міндетін атқарып отырған. Бізді құртқан мына тең права деген әңгіме. Бұл қайдан шықты? Ана алғашқы бірінші орыс-герман соғысы кезінде көп ер азаматтар қырылып кетті. Одан кейін азамат соғысы болды, тағы қырылды. Содан кейін ақ пен қызылдың соғысы болды, нетті, тағы қырылды. Енді шаруашылықты көтеру керек, завод фабрикаларды көтеру керек, астық егу керек, не егу керек. Сол кезде еңбек күші жаңағы істейтін адамдар жетпеді. Жоқ, еркектердің көбі қырылып кетті, ана бірінен кейін бірге соғысты. Енді осы кезде жаңағы құйтарқы саясат қандай әдеміне пайдаланды. Әйелдерге айтты, сендер еркектен кем емессіңдер. Еркек не істесе, соны істей аласыңдар. А десем әде дегендей, мысалы үшін, ол а десе сен бұ де, сен деген одан артық болмасаң кем емессің дейді да, бишара әйелдердің астына әдемілеп көпшікті қойды, соныменен кетті. Не бір зіл көтерем станоктарға тұрды. Ер азаматтардың істейтін тірлігіне тракторге отырды. Вот күні кеше, сендер көрген жоқсыңдар, біз көрдік, күні кеше не бір әдемі әйелдер тракторге отырып, әлгі орден тағып, медаль тағып, соған мәз болып жүрді. Сөйтті дағы, жаңағы тең права деп сөйтіп әйелдерді бүткіл қара жұмысқа салып, үйден шығарды, отбасынан жұлып алды әйелді. Бірақ әйел байқұс одан жаңағы правасы тең болып, құқығы тең болып, керемет болған жоқ. Үйге келіп бәрібір тамағын жасады, кірін жуды, бәрібір бала туды. Екеміз тең правалымыз, бір баланы сен тұрын, бір баланы мен туайын деген жоқ қой. Онай көтеріп омыртқасы талып өзі туды. Мінекей өстіп жүріп, жаңағы әйелдің жаратқан ием өзі жаратқан, Алланың өзінің жаратқан керемет әйелді қасиеттерінің көбі құрыды. Еркек мінездес, еркек пішіндес, еркекше сөйлейтін, еркекше боқтайтын осындай нелер көбейді. Иә, енді қазір қара, көшеде келе жатсаң, алдыңнан кездескен 10 әйелдің үлкені бар, кішісі бар. 10 әйелдің біреуінде көйлек бар ма, жоқ па? Олар ойлайды, ана бұтымда шалбар бар, мен денем жабық тұр деп. Жоқ, әйелдің барлық жері көрініп тұр. Көрініп тұр ғой. Ана құйрық, бұты, сан болып, барлығы тырысып көрініп тұр. Кейде тіпті үп-үлкен сарғарым бәйбішелердің өздері алды кебежедей, арты тегенедей болып, жаңағы шалбар киіп келе жатады. Кішкене айнаға қарап, далаға шығар кезде қарамайым екен деп ойлаймын. Иә, бұл шалбар деген біздің халықтан, түркі халықтардан шыққан. Өйткені біз ат үстінде өскенбіз. Бізден үйренген әлем
шалбар киюді шынын айтқанда бізден үйрен. Бірақ енді осы шалбардың киетін жері бар, айналайын-ау, өзінің бір реті бар. Мысалы, өлімге шалбармен барады әйелдер. Сен кішкене ана қаралы үйді сыйлауың керек қой. Әйелсің ғой сен, әйелсің. Алдартыңды түгел көрсетпей кішкене көйлек киіп баруыңа болады ғой. Тойларға немен барады. Тіпті мен көрдім талай рет ана Әзірет Сұлтан мешітіне неге барғанымда, сонда жаңағы шалбармен кіргізбеу керек еді сондайларды. Кіргізбеу керек. Мейлі. Бұл өзінің киетін жері бар ғой, киілетін жері бар, ешкім оған киме деп айтпайды. Бірақ әр нәрсенің орны болу керек. Орны болу керек. Мына жерде енді қазір қарап тұрсам, қайталап айтсам, еркек пішіндес әйелдер көбейді. Еркекше сөйлейді, еркекше боқтайды. Аяқты айқастырып, ер адамдарша отырады, қалай болса солай. Содан кейін көйлек кимейтін әйелдердің мына жүрісінің өзі соланы шалбар ғой, шалбар. Сондықтан oraң сораң етеді да жүре береді. Көйлек әйел адамды нәзіктендіреді, әйел адамды біртүрлі сыпайыландырады. Ол өзінің жүріс-тұрысының өзі сол көйлекке ыңғайлы болады. Қалай болса солай сен аяғыңды кермейсің ғой. Отырғанда да бүйтіп, тізеңді жауып отырасың дегендей осыны. Мүмкін кейбіреулер айтатын шығар, қойшы осы апай өзі кемпір болғаннан кейін оттап сөйлей береді дейтін шығар. Олай емес, бұл эстетикалық жағынан да адамды эстетикалық жағынан да әйелді әдемі етіп көрсететін, әрі әйелдің қасиеті де мына орамалмен көйлек қой. Оны әдемілеп, киіміңе лайықтап неше түрлі қылып салуға болады. Бұлай да салуға болады. Шашыңды көрсеткің келмей ма? Көрсетпе. Бірақ әр түрлі қылып істеуге болады. Біздің енді қазақтың қыздары күйеуге тигенге дейін, олар тұрмысқа шыққанға дейін орамал салған жоқ қой бұрын. Олар кәмшат бөрік киді, құндыз бөрік киді, үкілі тақия киді, шашақты қасаба киді, моншақты сораба. Ойбай, бірінен бір өткен әдемі бас киімдер қандай, Құдай самас. Бала санына байланысты өзгеріп. Соны кішкентай қыздар мысалы үшін төбетай дейді, тақия киді. Содан кейін құлағын теседі 7 жаста. Содан кейін үкілі тақия киіп, кәдімгідей өзін қыстанап қал. Бұның барлығы тәрбие болған бұның барлығы. Ол анау болмайды, мынау болмайды деп әншейін тосқауыл қоя бермей, әр нәрсенің ретіне қарау керек. Содан кейін айтып отырмын ғой, бізді құртып кеткен осы жаңағы темпірауаллық. Міне осыдан қарай жалғасып, десе ма деп беттен алысып, сөйтіп келе жатқан. Әйел адам ол ана болғаннан кейін, ол отбасының тірегі болғаннан кейін, о да парасат болу керек қой. Мысал үшін, дегенде ер адам бұрқ ете түскенде сәл-пәл үндемей қоя қойса, ол да басылады. Азар бір басы елге аяғы жерге сыймайтын бір бұзақы болмаса, ер адамда ол түсінеді ғой. Әйелі өзін сыйлап тұрғаннан кейін, қадірлеп тұрғаннан кейін, ол неге қол көтереді, ол неге сөйтеді? Көбінесе тілден, бәленің барлығы тілде. Бір не бар, кішкентай бір аңыз әңгіме бар. Анау енесін жек көретін әйел, ана енесі де кішкене қаты кездеу екен, мынауың дұрыс емес, анауың дұрыс емес деп ұрса береді екен, сөйтеді екен. Анау бір неге барып осы енемді ақырын білдіртпей өлтіретін бір дәрі беріңізші деп нетеді ғой. Сөйтсе жарайды дейді, бірақ аз-аздан бер, құрттайдан бер, бірақ та сен енең байқап қалмас үшін енеңді көбірек сыйла, дәмді тамақ жасап бер деп сөйтіп. Жаңағы әйел келін, енесін сыйлап сіз деп, алдынан кесіп өтпей, дәмді тамағын жасап, апа деп дәрет суын жылтып беріп сөйтеді. Анау кемпір де өзгереді, жаңағы келін, о қарағым, шырағым деп сөйтіп. Содан анау келіп әлгі кісіге айтады, мен
өлтіргім келмейді. Иә, өлтіргім келмейді. Ана мені қайтаратын бірдеңе бер деп сөйтсе айтады, мен саған жай су бергем. Бәленің барлығы тілде. Сен де тіліңді тидің, ол да тілін тиді, содан жөнделді деп. Мінекей сол сияқты жаңағы тең праваның әсерінен ана еркектің бетінен ала түседі, еркек еркектігін жасап қол көтереді дегендей осындай. Бұл жерде әлгі тоқпақтап атса да, тепкілеп атса да үндемей көндеген сөз емес. Бұл жерде ақыл, парасатпен, түсіністікпен шешу. Мысалы, балаға да аспаннан түскен тәрбие жоқ. Ата-ананың бір-бірімен қарым-қатынасы, олардың айналаға көз қарасы, соның барлығы балаға тәрбие. Соның барлығы жаңағы баланың негізгі іргетасын қалайтұғын тәрбие. Ата-ананың бір-бірімен жақсы сыйластығы. Мысалы үшін үнемі үйде ұрыс-керіс болып ататын, ыбыр-сыбыр өсегі көбейдің балалары да солай болып шыға келеді. Қазір енді кәсіпкер әйелдер көбейді. Айтады, ой, мен еркексіз де күн көре алам дейді. Ол тапқан дүниені мен де таба алам дейді. Не болмаса күйеуінің көзіне шұқиды. Сен бейшарасың, сорлысың, сен түк нетпейсің, мына мен бәрін мен тауып атырым деп. Өйткені құрып кеткер мына ақша деген бәле ғой. Иә, ақша деген былай қарасаң адамның қолымен жасалған бедерлі қағаздар. Бірақ бұл құрғырдың ақшада туыс жоқ, бауыр жоқ, ұят жоқ, мейірім жоқ, ол бәлен жүрмейтін жері жоқ, оған алмайтын нәрсе жоқ. Мінекей, соның артына түссің, тура сол қасиеттерді сен бойыңа сіңіресің. Сөйтіп, жаңағы бәленің барлығы осындайдан шығады. Менің есімде, кішкене кезімізде анамыз әкең келе жатыр дегенде, айналамызда шашылып атқан нәрсе болса жинастырып, нетіп, бүйтіп үсті басымызды жөндеп, сонда анамыз әкемізді қандай қадірлеп тұратын. Сондықтан болар, әкеміз де анамызды сыйлап тұратын. Бір жаққа барайын десең, тұра тұр, әкеңнен сұрайын дейтін. Бірдеңе қажет десең, әкең айтайын дейтін. Сонда біз әкемізді әулие көретінбіз. Қазір олай емес. Қазір бәрі ауысып кеткен. Мынау әлгі кешке дейін еркектерді осы қорлай беруге болмайды. Ойбай, әйелге қол көтерді, сөйтті, бүйтті деп. Біріншіден жаңағы әйелдердің көбі өздері тілінен табады. Тілінен табады. Содан кейін өзінің жүріс-тұрысы қылығынан табады. Ерін сыйлаған есікке отырмайды дейтін сөз бар ғой. Мінекей, осыдан ешкім жаман болған жоқ, ерін сыйлағаннан. Қайталап айтам, бұның барлығы енді адамның жаратылысына, жасынан алған тәрбиесіне, барлығына байланысты. Дегенменен бір сәт ұрпағын ойлаған адам, ертеңгі артында түтінін түзу шығаратын, жақсы ұрпақ қалтыратын адам, ер мен әйел бірімен бірі түсінісіп, бірін бірі сыйлап жүруі керек қой. Жақсы апа. Енді сұхбатымыз Бауыржан атамыздың сөздерімен ұштасып жатыр ғой. Бауыржан атамыз өмірінің соңғы жылдарында балаларына дастарханға жаңа ішімдік қоймауды насихаттаған дегенді оқып жатамыз. Осы туралы өзіңіз бір естеліктермен бөліссеңіз, адаласқа қаншалықты көңіл бөлді Бауыржан атамыз? Қазір ондай жоқ, бірақ Совет өкіметінің кезінде адам қайтыс болғанда да дастарханға арақ қоятын. Қайтыс бола салып ақ жәшік арақ нетілетін, жаңа сондай өдіріс пайда болып кеткен. Содан кейін оны тіпті сөкет көрмеді ғой. Осы біздің жазушылар қайтыс болған кезде де жаңағы Құдай самасын саусылдатып, сол арақ қойып ататын ауылдың өзінде әбден әдетке айланып кеткен не болатын. Содан кейін бір жолы бізбен араласып жүрген кісінің қазасына мен барып келдім. Ата кішкене тұмауратып үйде болған. Сон мен келгеннен кейін сұрады, қалай, дастархандары таза болды ма деді. Мен оны тура мағынасында қабылдап, ол кезде ресторандарда өткізбейтін.
бөліп болса да үйде өткізетінбіз. Жаңа астыда. Содан мен айттым, иә, дастархандар таза болды, өңкей аппақ крахмалданған дастархан деппін. Сөйтіп ақымақтан ба деп өстіп нетті. Мен саған дастарханда арақ болды ма деп сұрап тұрмын деп. Иә, болды дедім, неше түр болды деп. Содан атаның айтқаны ғой. Ішімдік деген мені ішпейді десең, шайтан да сенбейді, ешкім де сенбейді. Бірақ мына той емес, мереке емес, өлімге арақ қойылғаннан кейін арақ ішілген жерде артық ауыз сөз болады. Ол марқұмды жаңағы қорлаумен бірдей. Сондықтан естеріңде болсын, жаңағы дастарханға ондай нәрсені жолатпаңдар деп сөйтіп айтқан. Мен болса болмаса өмірімде үрімкі ұстап көрген адам емеспін. Дәмін білмеймін. Мына 70-тен асып бара жатырмын. Мен ішімдіктің дәмін білмеймін. Тіпті президенттің бұрынғы президентіміз Нұрекең кездесуге бір 8 марттың алдында 10 шақты әйелді сондай шақырып жақсы кездесу өткізген. Сонда президентпен соғыстырып, бокал соғыстырып шампан ішу керек екен. Соны ана жігіттер бүйтіп подносқа салған нені бүйтіп әкеп таратты. Мен гүлімді ұстап тұрмын, мынандай гүл берген, сол гүлді ұстап тұрмын. Алыңыз деді, жоғалмаймын, мен ұстамаймын деп ем, алу керек деді. Алу керек деп сөйтеді, протокол бойынша. Мен айттым, айналайын, протоколың өзіңе ұстамаймын дедім жаңа. Содан анау ала көзімен бір қаратты, амалсыздан кетті. Сон президент бәрмен бүйтіп бокал соғыстырып келіп, маған келгенде, ой, сіздің бокалыңыз деді. Мен айттым, Нұреке, мен ұстамаушы едім дедім. Сөйтіп, ұстамай-ақ қойыңыз, ұстамағаныңыз жақсы деп күліп өтіп кетті. Соны енді мен ойладым, бұл қалай бұл? Ата-бабамыздан қалған ас емес осы. Содан кейін осы кездесуге келіп отырған жаңағы арулар, сол Нұрекеңнің келініндей, қызындай адамдар. Осының не қажеті бар еді деген ой келді маған өзіме. Мынау бір дұрыс емес нәрсе екен деп. Жарайды, үйге келгеннен кейін жақындарымыз әңгіме тыңдаймыз деп келді ғой, қалай болды, не болды деп. Содан кейін бір мықты қайын сіңілім сол маған нетіп атырды. Той, онда тұрған не бар еді, өтіріктен болса да соғыстыра салмадыңыз ба? Президентпен кім күнде бокал соғыстырып атыр дейді ғой. Сол мен айттым, біріншіден төбемде Құдай көріп тұр. Мен өзгені алдасам да Құдайды алдай алмаймын. Осы кезге дейін мен бокал ұстап ешкіммен үрімкі соғыстырмағам. Ал енді әйтеуір бір мансапы үшін ба, не үшін ба, өйтетін нем жоқ. Өз принципіме өзім қарсы шықпаймын. Ол бір дедім. Екіншіден, ана бокал соғыстырғандар ол кісінің есінде қалмайды, мына соғыстырмаған мен қалам деп. Сол сияқты, енді ол біздің үйдің адамдары ішпейді деп, мысалы Бақытжан да жас кезінде, марқұм Бақытжан да жас кезінде, енді ел қатарлы Совет өкіметінің балалары ғой, ішкен. Бірақ сол соңғы 25 жылда керісінше аузын алмай кетті. Содан кейін мына бір аяғы иілмейтін, соңғы 10 жылда өзі отырып намаз оқып солай сөйтіп өтті өмірде. Біздің үйде не қойылмайды жаңағы. Қазір тіпті немерелерім тіпті ойына кіріп шықпайды ондай нәрсе. Балам да сондай. Бір талы ғой Ержан. Ержан да ішімдікке жоламады. Бұл ішімдік деген құрғыр адамды адамгершіліктен тайдырудың басы ғой. Тайдырады. Жүрмейтін жаққа жүргізеді, сөйлемейтін сөзді сөйлетеді, сөйтіп құртады ғой. Сондықтан осыны атаның әлгі өсиет қылғандайғы аманат етіп бізге айтқаны ғой. Зейнеп апай, енді сіз тәрбие туралы қалам тербемеген тақырыбыңыз жоқ. Бүкіл қазақтың тәрбиесін туралы айтып та кеттіңіз. Кітаптарыңызда бар. Әсіресе мына ене мен келін арасындағы сыйластық туралы көбірек жазасыз, көбірек айтасыз. Жалпына
Зейнеп Ахметовадай келін болу үшін қазақтың жас келіндері қандай қадамдарға бару керек? Және өзіңіздің келіндеріңізді сіз қалай тәрбиеледіңіз? Ұстанымдарыңыз бар ма? Адамгершілік, кісіні сыйлау дегенде. Ал тіл, дәстүр не жағынан ол жайлап үйренді. Үйренгенде қалай? Мен оған ешқашан сен сөйт, сен бүйт деп айтқан емеспін. Бірге жүріп істеп көрсеттім. Ақылы бар бала, тәрбиесі бар бала, ана көргенін істеді. Қазір Құдайға тауба, мен қам жемеймін, өйткені келінім барлық тірлігімді қолымнан алған. Тура өзім сияқты істейді. Мен қалай үйреттім оны? Кел балам, мысал үшін мына етті мен турайын, мынаны сен, пиязды сен тура деген секілді бірге жүріп істеп көрсеттім. Бізде мына енелердің үлкен қателігі, енелердің жіберетін кемшілігі, келін келді, бітті, қолды қусырып, енді сол істесін дейді. Олай болмайды. Сен енді оны өзіңнің өкше басарың, өзіңнің мұрагерің етуің керек. Ол басқа үйде тәрбиеленген бала, басқа ата-ананың алақанында өскен бала. Әрбір шаңғырақтың өзінің шаңғырақ дәстүрі болады, өзінің әдеттері болады. Ол танымайтын, білмейтін үйге топ ете түсіп, бірден сол үйдің тірлігін дөңгелентіп әкетуі мүмкін емес. Бұл жерде ененің мектебінен өтпеген келін бір жағынан келін емес. Ол ененің мектебінен өту керек. Мектебі дегенде отырса опақ, тұрса сопақ жасап, оны олай емес. Ал сен үйрет. Өзіңнің өмірлік тәжірибеңді үйрет. Өзің келін болып келген кездегіден бастап қалай үйрендің, қалай енелікке қалай жеттің сен, өзіңнің парасатыңды, өзіңнің үлгі-өнегеңді көрсетуің керек қой. Әйтпесе ол қалай болады? Ең алдымен ене көрсетуі керек қой. Ол қолды қусырып бәрін келін істесін деп отыр ма? Алдымен үйрет, содан кейін отырсың. Солай ғой. Өйткені ол сенің мұрагерің, солай қабылдауың керек. Ол сенің өкше басарың, мұрагерің, сенің ұрпағыңды өрбітетін сол. Міне осылай қарау керек келінге. Енді ені мен келіннің арасындағы бұл мәңгілік әңгіме келе жатыр ғой өзі. Осының барлығы сыйластықтың, түсініспеушіліктің кесірінен болады. Мен бұрында талай рет айтқам, қазір де қайталап айтсам артық болмайды. Мен мына енесін жамандайтын келіндерге қысқа ғана айтарым бар. Сұрайым, күйеуіңмен сүйіп қосылдың ба деймін ғой. Жа дейді, сүйіп қосылдым, күйеуім жақсы дейді, сондай жақсы, өзімді жақсы көреді, бірақ шешесі жаман дейді. Шешесі жаман, шешесін тыңдайды дейді, көрдің ба? Содан кейін мен айтам, айналайын, сол сен сүйген, сені жақсы көретін, жақсы жігітті өмірге келтіріп тәрбиелеген сол жаңағы енең сені. Азар басы елге, аяғы жерге сыймайтын біреу болса да, сенің ана жастыққа басың бірге түскен, сен сүйген жігітті өмірге сол келтірген. Сен сол үшін ғана сыйлауың керек оны. Басқасын былай қойғанда деймін. Осыны ойлан деймін. Шешесі жаман, баласы жақсы болмайды. Өйткені ол ана сүтімен соның бойына дарыған. Осыны ойлан деймін. Қысқа ғана келіндерге айтарым осы. Енді келінін жамандайтын енелерге айтарым да сондай қысқа. Мен айтам, сенің ол балаға не еңбегің сіңді? Біреу оңай көтеріп омыртқасы талып, ащы толғақпен дүниеге келтірді. Әкенің адал күші жұмсалды, ананың ақ сүті жұмсалды. Бақты, қақты, оқытты, шоқытты, дап-дайын қылып, сенің қолыңа мәреп ұстата салды. Сенің қолыңа бір әлемді бірақ ұстатты. Енді сен соған ие бола алмасаң кімсің деймін. Мінекей, мен қысқа ғана енелерге де айтарым осы. Мен осының барлығын өзімнің келініме істедім. Енді айтсам мақтанғандай болам, бірақ құдағиым айтады, Зәке, мына қызды мен емес сіз туған сияқтысыз ғой деп сөйтеді. Өйткені ешқашан
даусымды көтеріп, сен ананы сөйттің, үйтпедің, мынаны істеме, өйткен жоқпын мен. Бірге істеп үйреттім, бірге қазір тура өзім сияқты істейді. Содан кейін балам еркелеп жүр деймін. Балам еркелеп жүр деп сөйтіп үйреттім. Ол еркелеп жүр дегенде алғы бір тайраңдап кетіп емес, сондай анасындай көрсін. Анасындай. Содан кейін мына тойлардан бүйтіп жатады. Ой, қызымдай көрем, мен қызым деп айтам дейді. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Ол қыз емес, ол келін. Сен келіндей көруің керек. Айтайық, сен қызыңды шапалақпен тартып жіберуің мүмкін. Қызыңды қатты ұрсуың мүмкін. Ал сен келінге сөйтіп көрші, ол не болар екен? Қабылдай алмайды ол. Сен келінді шапалақпен тарта алмайсың. Сондықтан жаңағы қызымдай көрем, қызымдай сөйтем деп айтпау керек. Келін, қыз, әрқайсысы өзінің орнында. Келіннің міндеті, келіннің парызы өте үлкен. Қазақ келіндерінің өзгеге ұқсамайтын керемет әдемі дәстүрлері бар, өзінің салты бар. Қалай айт, солай айт, ол келін сол үйдің ұрпағын өсіретін, ары қарай көбейтетін, өрбітетін жаңағы ененің мұрагері. Міне осылай қабылдау керек. Апа, енді сіздің жазушылық қырыңызға ойыссақ, кітаптарыңызды бүкіл қазақ болып күтіп отыр, келесі кітабыңызды. Бүкіл кітабымызды оқып шықтық, содан алатынымызды алдық. Салт дәстүрімізді құрметтеуді сіздің кітаптарыңыздан үйрендік, шыны керек. Тең біл тіршілік деген соңғы кітабыңыз әзірге. Осыдан кейін тағы да жазып жатырсыз ба? Күре тамырыңыздың жалғасы қашан шығады? Амандық болсын. Жалпы кейде мені көбінесе жазушы дейді. Мен жазушы емеспін. Жазушы деген ол мүлде басқа. Жазушы деген халық Құдайдың берген ерекше бір қабілетінің арқасында, дарыны дейміз ба, таланты дейміз ба, олар бір тамшы судан теңіз жасайды. Бір жапырақтан желек жасайды, орман жасайды. Олар сондай сезімменен керемет. Менде олай емес. Тамшы ма тамшы, жапырақ па жапырақ. Өйткені менікінің барлығы болған нәрсе, шындық, бірде-бір қоспасы жоқ. Мен тек баяндаушымын. Содан кейін мен аманат арқалап жүрген адаммын. Ата айтты, мына қазақтың салт дәстүрі тарының қауызындай тарылып бара жатыр. Балам, мен саған айтсам, сен балаң айтасың, ол өзінің баласын айтады. Ең болмаса, бір отбасында қазақтың иісі сақталсын, сол арқылы мүмкін айналасы да ұғып жатар деп сөйтіп ата маған салт дәстүрді айта берді, ретін келтіріп, ығын тауып айта берді. Мінекей сондықтан мен айтам, бұның барлығы менің жазып жүргендерімде, айтып жүргендерімде, ол менікі емес, ол анау қасиетінен айналайын бабаларымыздан қалған мұра. Атаның маған айтқан аманаты, мен соны ғана жеткізіп жүрмін. Сондықтан мен өзімді аманат арқалап жүрмін дейтінім сол. Айтайық, шуақты күндер, ол Совет өкіметінің кезінде салт дәстүр мұнаудың бүйтіп қысып тұрған кезінің өзінде шыққан кітап болатын. Сонда бұрқ етіп, жалпы мен бір кітаппен ғана атақты болған адаммын. Грибоедовтың горы атума дейтін құрттай кітаппенен неткен сияқты сондай болды. Өйткені сол кезде ол керек болды. Бір жұтым таза ауа сияқты жаңағы келіннің атаменен қарым қатынасы, атаның өнөгөсі, үлгісі, соның өзі сондай бір қыспаққа қысылып тұрған Совет өкіметінің кезінде бұл не болды, үлгі болды. Құдайдың құдіреті, сол кітап бір бақытты кітап екен. Осы менен 10-шы рет баспа бетін көріп отыр. 10-шы рет. Ол кез келген жазушының кітабы ондай бола қойған жоқ. Өйткені ол менің мықтылығым емес. Ол біріншіден бабаларымыздан қалған үлгенегі, содан кейін оның бәрі атаның сөзі. Мен тек соны беріп отырмын. Содан кейін бұрын Совет өкіметінің кезінде қолдан алмаған, жарыққа шықпай қалған күнделіктің қалған бөлігі бабалар аманаты болып шықты. Оның өзі 4-ші рет баспа бетін көріп отыр, мына 5-шісін нетті. Менің мықты
демеушілерім бар, солар өздері шығарады, өздері сатады. Маған қаламақымды береді, қалғанын бәрін өздері істейді. Бұл өте ыңғайлы болды, тарататын өздері. Содан кейін күретамырда анау құрсақ шашудан басталады. Бұл қаншама қазақтың салт дәстүрін әдемілеп түсіндіреді, ұқтырады. Қайсысы қайдан шықты, сондай. Қазір сол күретамырды тойларға нетеді екен, тойбастардың орнына береді екен. Бұның өзі өте үлкен жетістік. Бұл да болса сол бұрынғы бабаларымыздың биік рухының қасиеті. Солар сүйреп жатыр. Арасында мына әзіліңді сағындық деп Бәкеңнің әзілдерін кітап қылып шығардым. Қазір өзі кез келген адам қайтыс болғанда кітап шығаратын мода болды ғой. Ол бір жағынан өзінің отбасы үшін, туған туысқандары үшін мүмкін керек. Ал бірақ қалың көпшілік үшін ол бір рет оқиды, бітті қалды. Ол көркем әдебиет емес, немес. Өйткені ол да жоқтаудың бір түрі. Оқысам, сөйтіп еді, бүйтіп еді, солай болып еді, бұлай болып еді деп, соңында жатқан жері жайлы болсын, топырағы тұрқа болсын деп нетеді. Олай болса, бұл да бір жағы көңіл айту, бір жағы жоқтау. Мына естелік, бір-ақ рет оқисын, қайтып оқуғың келмейді оны. Сондай болмасын, қайта-қайта қолға алатындай болсын деп, мен кәдімгі естелік нетпедім. Есесіне Бәкең өте әзіл қой болған, әдемі әзіл. Сол әзілдерін, әзіліңді сағындық деп Бәкеңнің әзілдерін неттім. Ондағы ойым, ананы оқыған кезде Бәкеңді күліп еске алсын. Бәкең бүйтіп айтыпты ғой деп өзгеге айтсын. Сонда күнде қанша рет оның аты аталады. Айтады ғой, адам өмірден өткеннен кейінде ол ұмытылмаса, ол әлі тірілердің ішінде деп. Атам марқұм айтатын, мен өлгеннен кейінде тірілердің ішінде жүрем деп. Ол кезде түсінбейтін ол не екен деп. Сөйтсе, қазір қарасам, енді қарашы, ана жерде мектеп, Қазақстанның қай түкпіріне барсаң да бір жерде атаның атында мектеп, көше, кітаптары, аттас адамдар, атаның аты күнде аталады, күнде қанша рет. Үлкен даңғыл бар ғой, Бауыржан Момышұлы деген. Өтіп баратқанда бір мақтаныш сезім кернеп, күшті өтеміз. Күнде аталады. Атаның айтқаны сол, мен өлгеннен кейінде тірілердің ішінде жүрем дейтін. Сол сияқты ана Бәкеңде де күліп еске алсын. Ай, Бәкең мынандай болған екен ғой деп, тіпті көрмеген адамның өзі, Бақытжан Момышұлы мынандай болған екен ғой деп, соны күліп еске алсын деп, жаңа әзіліңді сағындық деп, көбінесе маған байланысты айтылатын қызық әзілдер. Оның өзі сұраныста 3 рет шықты. 3 рет шықты ол да. Мынау теңбіл тіршілікті індет кезінде әлгі далаға шыға алмай отырғанда, сонда нелерді, архивтерімді, қағаздарымды ақтарып отырып, біраз нәрселер ойладым, жарайды. Мынау Күретамырдың 2-ші кітабын соны бастайым деп ойлаған, бірақ оны кішкене сырғытып қойдым. Өйткені салт дәстүр әдет ғұрыпты мен жазбасам да басқалар жазады. Өз мәнерімен, өз түсінігімен дегендей. Ал мыналарды, мысалы, ата не үшін қайтыс болғаннан кейін 4 күн жатты, жерленбей. Неге? Бұны біле бермейді ғой, бірақ білуі керек қой. Не үшін? Сол сияқты, ана көше берілген кездегі 200 метр батпақ көшені берді. Оның тарихы не? Осындай. Бұларды мен жазбасам, ешкім жаза алмайды. Деп, тікелей деректерге байланысты жаңағы нәрселерді әңгімелеп шықтым. Содан кейін тап-таза күнделігіме түскен нәрселер. Заманбек қайтыс болған кездегі, Алтынбек қайтыс болған кездегі ең алғашқы менің сезімім, жылап отырып неткенім, солардан да өзгелер көрсін, білсін деп. Мысалы, жаңа президенттің кездесуінде болғаным, қоспасы жоқ, бәрі түгел. Ана өз жерде ешқандай мақтау да жоқ, даттау да жоқ. Қалай болды, солай. Үйтуге болмайды. Адамды, кез келген адамды шегіне жеткізіп жамандауға да болмайды, шегіне жеткізіп мақтауға да болмайды. Атам марқұм айтатын, жақсының жақсылығын айт,
бірақ жағымпазданба дейтін. Жаман адамның жамандығын айтсаң да жала жаппа дейтін. Ата үшін мүлде жаман, мүлде жақсы адам болмайтын. Өйткені жақсы адамның бойынан да пендешіліктері болады. Өйткені пенде ғой, ол пенде. Жаман адамның да, жаман деген адамның да бойында жақсы бір нәрселер, бір дәнектер, бір қасиеттері болуы мүмкін. Сондықтан оны мынау жаман, мынау жақсы деп мүлде бөліп тастауға болмайды, оны түсінуге тырысу керек деп сөйтетін. Сөйтіп жаңа теңбіл тіршілікті сондай оймен бір жағынан ешқайда шыға алмай, аузы басымыз бекітіліп үйде отырған кезде, екіншіден жаңағы ойладым, болмайды, мына деректерді мен беруім керек, бұны қағазға түсіруім керек. Өйткені менен кейін ешкім бұны бүйтіп жаза алмайды деп сөйтіп жазғам. Енді қазір жайлап мына індетпен қатты ауырдым. Әйтеуір Алланың шарапаты, Алланың кеңдігінің арқасында аман қалдым. Сол біраз қиналып жөнделіп нетіп келе жатырмын. Енді теңбіл тіршіліктің екінші кітабына отырам. Өйткені теңбіл тіршілік, айтайық, құрсақ шашудан бастап мүшелмен аяқталады. Біраз тыйымдарды түсіндірім. Неге қолыңды төбеңе қойма дейді, неге бүйіріңді таянба дейді. Оны көпшілігі түсіндірмейді, құр жазып шығады, анау болмайды, мынау бол. Ол миға кірмейді, оны түсіндіру керек. Неге десе құр жаман болады дей салады, ол құлаққа сыймайды. Егер сен соны түсіндірсең, ол қайдан шықты? Неге десең, сонда анау бойға сіңеді. Сондықтан енді Құдай амандығын берсе, Алла медет берсе, күш берсе, күре тамырдың екінші кітабын соған қазір дайындық жасап жатырмын. Ары қарай соны бітіруім керек. Тойлар бар, әлі біраз дәстүрлер бар, қайдан шыққан нетті, содан кейін соңында мысалы мына марқұмды қалай шығарып салу керек, соныменен аяқталу керек қой деп өзім жоспарлап отырмын. Сондай қылып. Енді Аллағын Алла біледі, оның барлығын сол күш қуатыма неме байланысты. Бірақ енді жақсы ниет, Алла сол ниетімді қабыл етсін деп отырмын. Мен апа, жаңа айтып жатсыз ғой, мен баяндаушымын тек қана деп. Сіз өзіңіздің бағаңызды білсеңіз, бүкіл халық, қазақ халқы сізді бір тірі аңыздай көреді. Зере анамызды, Айғаным әжемізді сағынғанда осы сізді көріп жұбанатынымыз рас апа. Сол үшін сізге Алла тағаладан амандық тілеймін. Бұйырса сіздің ғасырлық тойыңызды тойлайық. Зейнеп апамыз міне 100 жасқа толып жатыр деп ортамыз қақ төрімізде отыратын күнге жетек. Тым қартайсам сөйлей алмаймын, мұлжам шығады ғой. Жоқ, сіз қандай жаста болсаңыз. Қазір сөзіңді бөлейін. Осы жерде бір нәрсе, енді ақыр әңгімеміз аяқталып жатыр ғой. Былай жаным, мені қай жерге барсам да мақтап жатады, мақтайды. Кейде келіндердің символы деп сөйтіп жатады, мақтап жатады. Бұл мақтау деген есірткі секілді, наркотик секілді бәле. Мақтауға үйренген адам шындықты жоғалтады. Шындықты жоғалтып алады. Мақтан сүйгіш адам талтаң көп дейді ғой, талтаңдап жүріп әйтеуір құламай қоймайды. Мен қорықпаймын. Неге деші? Ол мақтау маған емес. Атаға жіберем. Мен бәрін атаға жіберем. Өйткені Құдайым-ау, небір атақты адамдардың келіндері бар, мықты. Бірақ соларды ешкім білмейді ғой. Неге мені біледі? Өйткені атаның қолына су құйып берген, шайын қайнатып берген келін болғандықтан мен де қазақтар кәдімгідей тәбәрік сияқты көреді. Атаның алдын көргендіктен, атаның кебісіне аяқ сұқпағандықтан сол үшін ғана қадірлейді. Әйтпесе, бұл қазақ дейтін халықта осы отырған Зейнеп апаңды 10 орап, 100 орап, 10 орап алатын небір мықты енелер, аналар, арулар Құдайға шүкір жеткілікті бар. Мені ерекше көрсететін атаның биік рухы қасиетті арбаға, сол Алланың жебеуіменен керемет болып жүргенім, Зейнеп апа болып, Заке болып, жеңеше деп неше түрлі сөйтіп.
бірақ оның салмағы көп жаным. Оны көтеріп жүру, ол деген өте үлкен жауапкершілік. Неге десең, белгілі адамдарға оп-оңай нәрсе жұға салады. Осы апаңды да жамандайтындар бар ана интернетте. Мысалы, мен нетпеймін, жарайды, кінәсі болса, кінәсі өздеріне деймін дағы, ешкіммен алпарыспаймын, қоя салам. Бекерден бекер болмаған нәрсені болды деп те сөйтіп айта салатын, ете салатындар бар. Бірақ та қалай болғанда да сол міндетті көтеріп жүру, соны көтеріп жүре алсам, соны орындай алсам, атаның аманатын ұрпаққа жеткізе алсам, онда менің бекер өмір сүрмегенім деп ойлаймын. Шамам келгенше, осы тілім жеткенше халықтың алдында жүруге тырыссам. Ата айтатын, 1000 жерден атақты болсаң да халықтың алдында басыңды иіп жүр дейтін. 1000 қайтара шүкір Аллаға тауба, елдің алдында, халықтың алдында басымды игендіктен, кеудемді көтермегендіктен, мұрнымды шошайтпағандықтан шығар, мүмкін осы сыйлы болып жүргенім деймін. Жақсы апа, аман болыңыз, Алладан амандық тілейміз. Бүгінгі салихалы сұхбатыңызға рахмет. Келесі тағы да сізді шақыратын күнге жетек. Осылай алдымызда жарқырап, аман жүре беріңіз. Құрметті көрермен, тағы бір бағдарламамыз осымен тәмам. Келесі сұхбатқа дейін аман сау болыңыздар.